Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары өңірлік даму министрі Бақытжан Сағынтаев Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Ірі өндіріс орындарында болып, жаңа алпауыт жобалармен танысқан бірінші вице-премьер өңірдің дамуына оң баға берді. Бірінші орынбасары бастаған делегацияны Агромаш холдингтің ауыл шаруашылық техникалары қызықтырды. Зауыт базасында түрлі маркадағы жеңіл автокөліктерді құрастыру өндірісі дамыған. Бас мейман қостанайлық көліктердің сапасына көңілі толатынын білдірді. Біз қай кезде ойлап едік, Қазақстанда осындай жаңа үлгідегі шетелдік компаниялардың шығарған өнімдерменен бәсекелестікте тепеден келетін осындай көліктер шығарамыз деп. Ешқашан ойлаған жоқпыз. Міне бүгін өзіміз осыдан шыққан көліктерге мініп жүрміз, пайдаланып жатырмыз. Комбайндар шығарып жатырмыз. Делегация бас сұққан нысанның бірі құны 18 миллиард 575 миллион теңге тұратын ұсақ сұрыпты стан кешені. Зауыт іске қосылса, ішкі нарықты сапалы болатпен қамтамасыз етпек. Мұнда 500 адамға жұмыс орны ашылады. Ал үй құрылысы комбинаты қолжетімді тұрғын үй 2020 бағдарламасы шеңберінде облысты тұрғын үймен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Құрылыстың мерзімін қысқартып, бағасын арзандатады. Жоспар бойынша нысан 2014 жылдың наурызында берілуі тиіс. Проектный мощность 70 тысяч квадрат метров жилья в год. Зауыттың өндірістік қуаты жылына 70 мың шаршы метр. Германдық үлгіде болмақ. Оның ең басты тиімділігі 160 адамға еңбек орны ашылады. Жұмыскерлердің орташа жалақылары 80 мың теңгеден кем болмайды. 160 рабочих мест. Соңғы үлгідегі техникаға қол жеткен тобыл диқандары топырақты өңдеу тәсілінде жетілдірген. Егіс алқабында министрлер нөлдік технологияның тиімділігімен танысты. Биыл облыста 1 миллион гектар алқапқа осы технология бойынша егін егілген. Тобыл диқандары биыл 4 миллион гектарға жуық алқапқа тұқым сеппек. Соңғы жылдары бидай ғана емес, майлы техникалық дақылдарға да көбірек көңіл бөлініп келеді. Қазір науқан еңсерлік қалды. Бүгінге дейін жоспарланған жұмыстың 93% орындалып үлгерді. Бақытжан Сағынтаев облыс әкімінің есебін тыңдап, агробизнес 2020 бағдарламасының қарқынымен танысты. Облыста соңғы жылдары 39 миллиард теңге бағытталып, 57 агро кешен ашылған. Өңір кәсіпкерлері министрге шикізат өндірумен шектелмей, өнім өңдеуге көңіл бөлу қажеттігін айтты. Абылай Маудан, Сергей Трахтенберг, Қостанай 24 кз.